Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Қасиетті Рамадан айы құтты болсын. Ораза тұтқандардың оразасын Алла Тағала қабыл етсін. Ораза тұтпағандарға Алла Тағала ораза тұтуды нәсіп етсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш, бейбітшілік заманда бүкіл әлемде адамзат баласы аман болсын, жер анамыз аман болсын деп тілейміз. Енді бүгінгі таңда біздің Қазақстанда мынау заңды өзгерту мәселесі қолға алынып, әркім өздерінің ой пікірлерін айтуда. Енді бір азаматтар айтып жатыр, Қазақстанда қазақ тілі мемлекеттік тіл болып тұрғанда, қазақ ұлты бола тұрып, қазақша сөйлемегендерге штраф салу керек деп. Бір жағынан сенбей жатыр. Мынау Россиядан сескенуді мүмкін емес, әшейін өздері орыс тілді болғаннан кейін орыс тілінен айырылғысы келмей жатыр деп. Сондықтан да мына билік басында жүрген қазақ бауырлар орыс тілденіп кеткен. Сіздер қазақша сөйлесеңіздер, сонда халықтың көңіліне күмән қалмайды ғой. Және де осы заңда ақшаны істеу үшін жасалып қойған заңдар бар деп те жатқан жағдайлары бар. Енді мынау заң қызметкерлері ойлану керек қой. Мысалға бір ауданның тергеушісі болсын дейік. Аспаннан салбырап түскен жоқ, жерден атылып шыққан жоқ. Оған дейін де талай адам қызмет еткен. Ол сияқты талай ауданда талай тергеуші бар. Қарға тамырлы қазақпыз. Басымызға бір күн түссе, баяғыда ұялып жасып үшік. Қазір оның бәрі қалды. Өйткені ол арнамыз болмай қалды. Жаба көбейіп кетті. Сондықтан да жан-жақтан сұранып, тергеушінің, болмаса участковыйдың, болмаса прокурордың, соттың қандай халде жұмыс істеп жатқандығын қазір барлығы біледі. Сондықтан да жалғыз мен болдым екен ғой деп қалмай, адам ұялып, ардың алдында қызмет атқару керек. Одан кейін мынау сот мәселесі. Бізде ең жоғарғы үкімді сот шығарады. Ал сот өзінің шығарған үкімі мен шешіміне жауап бермейтін халде дейді. Мен өзім заңгер емеспін. Сондықтан да естіген әңгімемді айтып жатырмын. Олар неге жауап бермейді шешімдеріне, үкіміне? Онда сот өзінің шығарған шешімі мен үкіміне біздің республикамызда ең жоғарғы дәрежелі болып тұрып, өзінің үкімі мен шешіміне жауап бермейтін болса, әділдік қайдан болмақ? Сол сияқты құрметті бауырлар, бұның барлығын айтып жатқаным. Мен жас кезімде байланыс бөлімінде монтер болып жұмыс атқарған едім. Бір күні сол жұмыс бабымен жүріп, бір дана қарияға жолығып қалдым. «Я, балам, жұмыс бабымен жүрсің ба?» деді. «Я» дедім. Шырағым деді. Басында хатпен хабарласушы едік. Кейін бұрандалы телефон болды, енді сымды телефон болды. Мына шетелде сымсыз телефонға айналып жатыр деп естіп жатырмыз. «Мен қазір қариямын» деді. «Сен жассың. Сенің жасыңда бір қариядан естіген әңгімемді айтайын деп едім. Болашағыңа керек болар шырағым». «Айтыңыз қария» дедім. Адамзат баласын Құдай Тағала жаратты, ақыл сана беріп, және де өмір сүріп өсіп өну үшін жер ананы жаратып, жер ананың бетіндегі барлық нәрсені адамзатқа қызмет қылдырып қойды. О баста адамдар дұрыс өмір сүрді. Мынау білім мәселесінде иманды білімменен адамзат баласының дамуына рұқсат еткеннен кейін иманды білімменен әрекет етті. Кейіннен сол білімді шайтани білімділер алды да адамзат баласына қауіп қатер келтіретін нәрсеге айландырып жатыр деп айтты дейді. Бұның ақыры жақсы болмайды. Адамдар мәз болады, өмір сүруіміз жеңіл болды деп. Бірақ та ол өздеріне зиян болып келеді. Адамның барлығы жақаулыққа ұрынады. Ішкен ауқатының өзін еңбек еткендей көретін халге келеді. Менің осы сөзіме сенбейтін хал болады. Сол кезде Құдай Тағаланың қалауыменен адамзат баласы соншалықты әспенсіп, азғындап, бір-біріне қиянат қылғаны соншалықты күллі әлемде адамзат баласын жойып жіберетіндей халге келеді. Жер ананы жойып жіберетіндей халге келеді. Сол кезде Алла Тағала мына өз тәртібімен жаратқан ғой дейді бүкіл әлемді. Сол тәртібінің бір сипатын алып қояды. Саған түсінікті болу үшін айтайын мен дейді жаңа кісі. Мысалға бензинді жану қабілетін алып қойса, не болады? Бүкіл техника қалады. Сенің мынау сымды телефоның да, кейінгі шығатын сымсыз телефоның да, енді қазіргі жасанды интеллекті ғой деп тұрмын да, жоғалады. Техниканың бәрі жай-жайында қалады. Сөйтіп адамдар баяғы жерді күрекпен аударып, бидайды қолмен сеуіп, ат арба, есек арбаға мініп, сондай халге келеді. Сол кезде де соғыс болады дейді жаңағы қария дейді. Ол кезде қылышпен, найзамен қайтадан соғысады. Адамдардың барлық тәубаға келеді. Шайтани білімнен қаншалықты зардапқа барғандығын, бүкіл әлем болып адамзат баласы жойылып кететін жағдайға дейін келгендігін біліп, сондай халге келеді деп айтып еді дейді. Сол құлағында қалсын шырағым. Біз көрмеспіз оны. Сен де көрмесің, сен де ұрпағыңа айтып кетсең, мына Мөңке бидің айтқандары бұл азғындаудың жарым беліне дейін айтқаны, одан кейінгі айтқандары бізге жетпей қалған болу керек деді.
Соны қазір мен ойлап отырсам, мынау Америка менен Иранның ортасындағы кикілжіңді барлықтарыңыз көріп біліп отырсыздар. Құдай бұларды соғыстырмасын. Егер соғысса бүкіл әлемге зиян келетіндей, бүкіл адамзатқа зиян келетіндей, жер ана жойылып кететін халге келетіндей бір қиын қыстау халде отырмыз. Қолдан келер дәрмен жоқ, қой деген олар қойып жатқан жоқ. Енді Алла тағала жанашырлығыменен қалған адамдарды аман алып қалу үшін бәлки жер ананы қоса алып қалу үшін жаңағы бір сипатын алып қалса, Американың жаңа сенген тәңір болып тұрған техникалардың бәрі жайында қалады. Бүкіл әлемдегі барлық нәрсе жайында қалады. Трамптың ешекке мінуге зар болып қалады. Ирандағылар түйесіне мініп жүрер әйтеуір. Сондай халге кеп қалуымыз мүмкін, бауырлар. Осы әңгімені айтуға мен көп ойландым. Кім қалай қабылдайды деп. Өйткені жаңағы қария айтты да маған. Жақсыны айтып, жаманды тіреп қой деген шырағым. Бұл әңгіме сенің есінде қалсын. Кейінгі аманат дегендей қылып айтқан еді. Сондықтан да біз осындай болмасын, лайым. Жақсылық болсын деп тілейміз. Бірақ болған күнде де біз соған дайын болуымыз керек. Жаңа бүкіл техника әлемде өзгеріс болған кезде дейді, адамдардың дейді осы әңгімеден хабардарларына жеңіл тиеді дейді. Хабарсыздардың қаншамасы бекерден бекер өліп кетеді дейді, көтере алмайды дейді. Тіршілік тек қана тамақпенен, су, тұз осы мәселе ғана болып қалады. Кейіннен қайтардан адамдар мынау Құдайдың тәртібін тексере келіп, араларынан ғалымдар шығып дамуды ойластырған кезде, иманды жолмен баяғы ата-бабаларымыз сияқты адамдыққа пайда беретін жолменен білімді жалғастырса, ұзағынан сүйіндіреді. Егер қайтардан осындай шайтани білім көтеретін болса, қиямет қайымда адамзат баласы қолдан жақындатып алады деді. Сондықтан да құрметті бауырлар, аман болайық, жаман болмайық. Бүкіл әлемге бейбітшілік тілейік. Аман болып тұрыңыздар, тыңдағандарыңызға рахмет.